Ассалаумағалейкум қазақстандықтар. Бағалар қандай болып жатыр? Ақтөбенің базарын көреміз бұйыртса. Кеттік. Қанша болып жатыр Камри? 4-2. Европейс ба? Объем 2-4. Ішін ашып жібересіз бе? Қарайық. Вложение қандай? Вообще керек емес ба? Ашып қарай бер. Бисмилля. Іші жаңа. Пробег қандай болып отыр? Пробегі Жүрісі қанша жүрген? 354. 2-4 европейс дейді жаңа. Бағалар сондай. Достар, комментарияда айтқандай міне Chevrolet Niva. Бағасын білесіз ба деп жазғандар. 2012 жылғы ГУР кондиционер. Состояние идеал дейді. 2 миллион 350 мың теңге бағасы. Нөмірі бар екен. 4 VD. Міне Chevroletтердің бағасы. Орыстардың шытыркасын көрем. Бұнда сұрап жатыр ғой. Мә, мынаған 2014. 2004 деген ғой. Кешерсіздер. Состояние идеал дейді тағы. Не бейте, не крашын. 100%. 830 мың дейді бағасы. Шытыркалар осылай. Таптазы моторлары. Бір адам ВАЗ 2015 цена 830 тысяч. 2008 год дейді. Жағдайы жақсы. 21.04.2008 830 сұрап тұр. Мынау да сондай бағасы. Пробег что там? 850 крайний. Сап жаңағы жуық қойды әдемілеп. Әдемі. Сіздікі ме? Да. Что просит? 720 край. 720 край. Пробег. 07. 730 мың, 42 мың жүрген екен пробег. Это сколько пробег? 42. 730 мың дейді. Мына семеркілер жаңа кәдімгі дейді. У этого 42. Көрініп тұр. Полировканы өлтіріп әдемілеп істеген жалтырап тұр. 730 мың дейді ана семерканы. Айты что? 850 окончательно. Окончательный, да? Что-то ГУР есть, да? Нет. Нет, продам 21.014 2008. Состояние идеальный. 850 дейді окончательно мынаны. Осыларды біліп алған маңыз. Бері қарай әкеліп сыпытып сатып жатыр. 14-тер. Сіздер, достар, сіздер сұрағасын түсіріп жатырық бұл көліктердің бағалары. 14 семеркілердің бағасын біліш деп комментарияда қалтырып жатсыңыз ғой. Комментарияда міне 21.07.2012 1.6 инжектор без вложения дейді. Не қылайды? 8 баллон дейма, не қылайды? 3 зимняя резина. 70 мың пробег па, нет? 700 мың теңге торг бар дейді. Келісеміз дейді, яғни бір сөз бай айтқанда. Мына жерде краска бар. Бағалар Оралды көреміз берсе, Оралда қанша болып жатыр. Мұн жақта қымбаттау сияқты 450 мың 2005 дейді. Мұның светін ұнамай тұр, қабдалдан ондай шіріп бастаған. Көрсет жөдің бе? 450 мыңына 14-ті сұрап тұр. Достар, алдыңызда Hyundai Accent, яғни бұлар Solaris орыстан шыққан шығарлар. Алдында жазып отыр. Автомат 3 миллион 100 дейді. 1.6 қозғалтқышпен. Hyundai Accent жоқ, Solaris емес, просто алдына қойып қойған ғой. Енді біресі жасыда Ресейден шықса бұл көліктер Solaris болып шығады. Ал өзінен шығатын болса Accent. Chevrolet Aveo 1.4 қозғалтқышпен 3 миллион 200 мың автомат. Әкесінің құнын сұрап тұр.
Мә, саған 94-тің Passat. 1.300.000 сұрап тұр. Ағайын. Ақтауымыз арзан екен. Ақтауды арзан екен. Көріктер, көрдіңдер ғой. Бұл жақта біз жалпы білдік. Жалпы өзім де білем бұрыннан. Келіп жүрмін ғой. Қазақ чөттер біраз мында қымбат. Қалай айтқанда да бұл жақта выбор бар да. Біраз көп бізге қарағанда көліктер. Бірақ бізден қымбат. Белі орыстың көліктерін алмасаң, орыстың көліктерінің бағасын көрдіңіз ғой, қандай айтып тұр. Сол себепті ертең Оралда көреміз, қандай болып жатыр. Сосын айтамыз, қай жақта көлік арзан, қымбат. Кеттік ары қарай. Lada Kalina 2014 люкс автомат. 3 миллион бағасы. 56 мың жүрген пробег. Продам. Нива. 2012 пробег. 32 мың адын қабек. Қанша тұр бағасы, жігіттер? 2 миллион 200 сұрап тұрсыз ба? Қанша жүріп тұр? Пробег, анау дұрыс ба? 32 мың дейді. Дым жүрмепті ғой? Гур дейді. Гур бар ғой, е? ABS бар. ABS бар. Ашпен бір қарап жүрек ішінде. Ай, бісміллә. Енді жеміз дейсің. Жаңа машина шығып тұр ішінен. Жұмыс үй дегендей болды. Жүрген жеріңіз. Шірейтін жаман, е? Орыстың көліктерінде. Хорошо, жігіттер. Люкс кондер электрония будет, но. Nexia, да? Российский. Российский лех мотоп, да? У нас тут 14 лар, 830 мың тұрып. Ну, 620 мың теңге сұрап тұр екен. Кондері бар дейді, барлығы бар ішінде. Люкс дейді. Жыл жазбаған, е? Есть строны, үшімеже задады. Қатарына. Мына үшеуі соныкі ма? Какой год? Аржанда экстерна. Год какой? Там что написал? Не написал вот только. Второй год это. Второй год, да? 2002 год. Ну, могу немножко. тут все есть, да, кондер, она. Ну, если я написал люкс на себя Барго, давай посмотрим, я сам не знаю. Только что привез. Сам не знаю, ну написал, да? Ну, он что сказал, я написал. Есть, вижу уже. Есть вот. Кондиционер, гур есть. Угу. Пробеги что-то здесь. Пробега там, посмотри, там 200 с чем-то, по-моему, было. 200 чем-то. 2095 8 клапан 950 мың теңге, да? 8 клапан. Кондері бар, гур бар ма? Не, пустой, там не написано. Гуд. 950 мың дейді. Синяя еще есть. Документ түсі бар ғой, да? Бәрі бар. Мынау қанша сұрап тұр? Тоже ваши, да? Смотри, наши. 2006-2007 дейді, түсінбедік. Газ, бензин. Газ да бар нақта. Он ушел уже, по-моему. Гур, руля, центр, замок, 830 мың. Нексиялар осылай сұрап тұр. Жақсы сияқты. Достар, Арменияға барған жігіттердің барлығы айтады, ояқтан 30-35 көрмедік вообще Камри деп. Міне тұр алдыңызда. 2003 жылғы объем 3, пробег 136 мың, 3 миллион 300 дейді. Сіздікі ма? Бар екен Арменияда да 30-дар, 35-тер. 30 ғой мынау. Бірақ бағасы енді қазақ чөтпен бірдей елдегі сияқты ма? Баға қанша болады жігіттер? Қанша айтып тұр? 3,5 миллион.
40-шы нұсқасы Камридің. 2.4. 3,5 миллион айтып тұр бағасын. Комплектация LE дейді. Әдемі. Mercedes E240 бағасы 2 миллион 100 мың теңге дейді. Бензин мұнда. 98 жылғы достар. Камрюха қанша? 3.7. Қай жақ? Жоқ, Америка. Американский. Полный комплектация. 3 несесің? 7? Қай жылғы? 2004. 2004 жылғы 3 миллион 700 бағасы. Америкалық нұсқа. Қанша жүріп тұр? 190 миль. 190 миль. Жақсы. 35 нұсқа. Қаншана бағасы? 1,5 миллион. Nissan Almera 1.6, 95 жылғы. Автомат, бензин. 1,5 миллион айтып тұр бағасын. Жалпы, осы Nissan'дардың ішінде осы маған білейін. Өз түйсің осы Almera'ны айт маған. Осы Almera'ға кішкене жақындауым ба, білмеймін енді. Сіздердің мнениеңіз қандай? МК, бұл желдейлер. Спидометр қарап отыратын жері ортасында. 60 тысяч там пробег. 60 тысяч пробег? 2011. Объем 1.5, да? Желдей МК. Да. Тойотовский движок стоит здесь. Тойотовский стоит? Да. Значок вот должны в понедельник, вторник привезти. Его нету пока, да? Нет. Целая вся, не битая. 60 мың жүріп тұр желдей. Был сломанный бампер. 1,1 миллион бағасы. Состояние хороший, торг бар дейді. Келсеміз дейді. Состояние вообще отлично. Кондер все работает. Че, удар был, да, переди? Бампер этот, видимо, меняли и фару. А так, открой, посмотри, оно все целое полностью. Цели, да? Сзади. Это новый фара, да? Да, вот это новый фара. Это свой стоит. А так там все целое. И ничего. Задний бампер тоже поменен, заднего бампера вообще не было. Под Вообще бампером не видно, что не битый ничего. Не видно. Только это, да? И могут снять. Снять, показать. Все, не надо. Хорошо, понятно? Задняя дверь касательная. Там, да? Видно. Все, удачи. 790 21 15. 2008 ба? Буфер бар ма? Жаман соғып тұрған әдімде. Спорткар дейсің ғой, да? Бұл жерде ашық қараған ыңғайсыз сияқты ғой. Спидометрлер де өзгеше жанып тұра ма? Bir көрсетіп жүрші. Жиырма бір 07-ні көрсетіп кетейік, сұрап жатыр ғой комментарияда. 07-ның бағасы 2800 мың сұрап тұр. 2107 әрине ресейлік. Ауди қанша болып жатыр? 1 миллион? 1 миллион 450 короче. Қай жылғы? 92 жылғы. Пробег қандай? Пробег? Да, короче, это вечная машина. Вечный машина дейсің. Білем ғой? Хорошо, жақсы. 1 миллион 550 бағасы. Тоже 1 миллион 250 дейді. Ниба.
Басқаша ғой, тақ. 2011 120 мың 1.7 қозғалтқышпен. Қай жылғы? 14 бағасы? 1.600.000. Қандай барлығы бар ма? Батарда машина қарадың ба? Көрдім де қойны. Бір гриласы соғылған екен. 1.600.000 2014. Енді керек деген сайлап түсіріп жатырмыз ішінде. Өзіңіз көріп тұрғандай былай стандарт барлығы ресейлік көбісі, яғни мына жерде 70% сондай сияқты базарда. Гольф қанша тұр? 1.200.000. Қай жылғы? 98 жылғы Гольф 1.200.000. Не бар ішінде? Кондер Кондер жоқ. Мұндай жоқ та. Буры бар. 1.4 қозғалтқыш дей ме? 16 бар. 1.4 де бола ма не бұда? Мәссаған. 1.4 қозғалтқыш 1.200.000 жылы 98 жылғы да. Автомат па? Механика. Механика. Бұлар өзі бір алғыр жүргіш еді ғой. Спорт типа режим сияқты. Шын көресің ба? Не болып атқан? Қаншаға бересің бергенде? Миллионға жемеймін. Миллионға болады соң. Газ бар ма мұнда? Біраз жүріп қой, керек емес. Жемейді де. Жалпы Арменияға Атырау және Ақтау жақын болып келеді де мұнан қарағанда. Бит почти мына Орал досын жақын шығар. Ақтөбе кішкене алыстау. Бірінші мен Атырауға келеді. Атырауда енді базарын түсуге ондай шанс болмайды жеттен. Онда кейін бір көрсетеміз бұйыртса. Жігіттер приора қанша болып жатыр? 1.900.000. 1.900.000 қай жылғы? 12 жылғы. Люкс? Российский сборка. Подальный слабовой. Российский сборка. Бипек авто емес. Соғылмаған, ұрылмаған. Соғылған жоқ ол. Есік арда. Пробегің қанша? Артынан жүріп бара бір гранты келіп артымен келіп. Пробегің қанша? Родной литр 102 мың ғой сондай еді. 102 мың. 1.900.000 дедің ба? 2012 приоралар 1.900.000 сұрап тұр. Мынау қанша сұрап тұр екен? Сіздікі ме? Қанша сұрап тұрсыз? 1.900.000. Қай жылғы? 14 жылғы. Люкс? Қандай жоқ па? 13-те шыққан ғой, 14-те алған. Онда 13 деп айту керек қой. Аяғы ғой 13-тің, андай экран бар ғой. Басында алған бұл. Иә. Серебристый. Мотор ашылмаған. Машина атылады. 2.300.000 дедің ғой да? Мотор ашылмаған. 100 қанша жүріп тұр? 48 мың жүріп тұр? 2.300.000. Енді өзің сеніп тұрған шығарсың енді бағасын. Кондер бар ма? Бар жасап тұр ғой. 2.300.000 дейді. 48 мың жүріп тұр дейді. Сенем дейді көлігіме. Достар, енді Ниваны сұра дедіңіз, қоймадыңыз. Міне тағы бір Ниваның бағасын сұрайым, 4 есікті екен. Салам алейкум. Что просите? 800. 2700. Год какой? Конец 14 покупал. Конец 14 покупал. В 2015 году. 4-дверный. Даже 5, да? Да, есть. Пробег у вас? 83. 83. Тут Шумка стоит. шумка стоит. Антикор. Газ, бензин. Антикор. Все есть, да? Тут бур есть, да? Обязательно. Печка бесшумная. Без шума? Это уже хорошо. Ага. Міне бағаларым. 2016 мына акцент. 70 мың пробегпен 4.500.000 бағасы. Ақтөбе көліктің бағалары осындай.
Иә, солай. 40-тықтар қанша сап тұр? 5,5 миллион. Европа 2 міне? Американ. Американс. 2011. 45 қой мынау? 45. 45, 5,5. Америкалық нұсқа. Қай жылғы? 2008. 2008. Пробег қандай? 133. 133. Не бар мұнда? Кондер бар ма? Гуру бар шыққанда енді. Гуру бар да? 750 мың теңге. 4 доңғалағы бар еще. Қыстық па? Жазбен тұр ма? 750 мың теңге дейді? Матиз 750 мың теңге. 2008 ғой да? ...2008 750 мың теңге. Соңына да келдік базардың достар. Міне, бағалар осындай болды. Көбісі орыстардың көлігі өзіңіз көргендей. Бұның барлығын түсіріп қажет етпейтін сияқты деп ойладық енді. Жобамен көрдіңіз ғой, баға қандай болып жатыр. Осындай бағалар. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.